поручаю правительству с 1 января 2019 года повысить минимальную заработную плату в 1,5 раза с 28 до 42 тысяч тенге. Это будет реальной помощью для каждого казахстанца. Это напрямую увеличить оплату труда 1 миллиона 300 тысяч человек, работающих во всех отраслях, на предприятиях всех форм собственности. Айтылған сөз атылған оқта. Елбасының бұл нақты қойған тапсырмасы жергілікті кәсіпорындар тарапынан қолдау тапты. Петропавлдағы Радуга серіктестігі 2019 жылдың 1 қаңтарынан бастап жұмысшыларының жалақысын арттырмақшы. Облыс орталығындағы ірі бизнес субъектісі қызметкерлердің еңбек ақысын өсіру қажет екенін түсініп отыр. Облыс орталығындағы ірі бизнес субъектісі қызметкерлердің еңбек ақысын өсіру қажет екенін түсініп отыр. Наше предприятие. Біз кәсіпорын ұжымымен бірге елбасы жолдауын тыңдадық. Елбасының әр бастамасын қолдаймыз. Серіктестікте еңбек етіп жүрген азаматтардың жалақысы жоғары. Дегенмен жұмысшыларды қолдап материалдық жағынан көмек көрсету қажет деп ойлаймын. Сондықтан жалақыны көтеру жөнінде шешім шығардық. Қазіргі уақытта тігін цехының қызметкерлері тапсырыс бойынша мектеп формасын тігіп жатыр. Жылына осындай киім түрінің 25 мың данасы әзірленеді. Жеке кәсіпкер өз қызметкерлерінің еңбегін жоғары бағалайды. Биыл кәсіпкер жұмысшыларының жалақысын 20%-ға дейін өсірмекші. 2019 жылы қаңтардың 1-нен бастап жаңа тариф бойынша төлейді. По итогам 2018 года биыл жұмысшыларымызға жыл соңында 13-ші жалақы қарастырылған. Сондай-ақ елбасы жолдауында сәйкес еңбекақы мөлшері де 10-20%-ға артады. Жылда біз қызметкерлеріміздің еңбегін бағалап, қорытындылай келе түрлі көлемде сыйақы береміз. Елена Юрашова тігін цехінде 3 жыл бойы еңбек етіп келеді. Осы уақыт аралығында жалақысы бірнеше мәрте өскен. Оның айтуынша мұндай оң өзгерістер тұрмыста айқын сезіледі. Қазір мен мектеп формасын тігіп жатырмын. Жұмыс қиын емес. Ең бастысы жалақысы тұрақты. Биыл еңбекақымыз 10%-ға өседі. Ол әрине бізге үлкен қолдау. Биыл Петропавлда қаңтардың 1-нен бастап 7,5 мыңнан астам кәсіпорында жалақы көлемі артады. Нәтижесінде 71 840 қызметкердің еңбек ақысы өседі.